Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет холодец жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бұл холодецті міндетті түрде жасап жеңіздер, шаштарыңызға, тырнақтарыңызға және де бүкіл организмге табиғи халоген деп айтсам болады. Осылай жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, міне қанша тәрелкеге салсақ та салынбай жатыр. Өте қатты болып, әдемі болып қатқан. Желатин вообще қосылмаған. Өзі табиғи, осылай сүйектен қайнатып жасадық. Енді рецепті менімен бірге көріңіздер. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, осындай пайдалы видеолар бар, соларды ашып көрсеңіздер болады. Және де лайк басып, комментарий жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міне өте әдемі болып кесіліп жатыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп олай болса бастаймыз. Ең алдымен бізге осындай тұяқтар қажет болады. Тұяқтарды жақсылап жуып, тазалап, осылай ортасынан бөліп, мұздай салқын су құйып, газге қоятын боламыз. Газге қойып, қайнағанын күтеміз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қайнап жатыр. Бір қайнағаннан кейін бұл суын төгіп тастаймыз. Сонда біздің холодеціміздің дәмі әдемі болып шығады және тұяқтың дәмі шығып кетпейтін болады. Сонда холодец өте дәмді болып шығады. Бұл рецебі, секреті осында. Осылай жасап көріңіздер. Міне суын төгіп тастадым. Енді қайтадан салқын су құйып, газге қоямыз. Бір күнге қалдырсаңыздар да болады, болмаса 5-6 сағат қайнатсаңыздар болады. Түнде қойып, азанға дейін осындай жай отта қойып қойсаңыздар, азанға дейін жай қайнап, холодеціміз дайын болады. Қайнағаннан кейін холодеціміз пістау деген кезде 2 сәбіз, 2 пиязымызды салып жібереміз. Сөйтіп үстіне қара бұрышымызды саламыз. Осындай бүтін қара бұрыш салып жіберіңіздер. Және де жай отта қайнай берсін. Кем дегенде 5-6 сағат қайнасын. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай езіліп, әдемелеп қайнады. Мен бір түнге қалдырғам. Түніменен қайнап, мұны азанғы уақытта осындай холодеціміз әдемі болып қайнап, пісіп дайын тұр екен. Енді оны еттерін осылай сүзіп аламыз. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, сол жерде осындай пайдалы видеолар бар. Міндетті түрде ашып көріңіздер. Сіздердің пайдаларыңызға жарайтынына сенімдімін. Осылай барлығын, сүйектерін бәрін қалдырмай сүзіп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сол үшін сіздер де осы менің жасаған рецебіммен жасасаңыздар, сіздердің де холодецтеріңіз өте дәмді болып шығады. Енді бір чеснокты теркіден өткізіп, бір бұрқ еткізіп қайнатамыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Осылай бір қайнағаннан кейін, мұны өздеріңіз көріп тұрғандай, оға дейін еттерімізді сүйектерінен ажыратып, етімізді жақсылап, ұсақтап турайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай езіліп, әдемелеп піскен сүйектері етінен ажырап тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай осылай тазалап алыңыздар. Сөйтіп сүйек кет қалмайтындай қылып, жақсылап, майдалап, ұсақтап турасаңыздар болады. Бір жасағаннан өте дәмді, өте керемет болып шығады. Сіздер де осы менің рецебіммен жасап көріңіздер, және де сатуға шығарсаңыздар да болады. Бұған ешқандай желатин қосылмайды, табиғи өзі қатады. Бағана видеодағыдай өте пайдалы болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай осылай сүйектерін бәрін жақсылап ажыратып аламыз. Көп адамның аяқ қолдары ауырады. Соған осындай хологен жесе, аяқ қолға өте таптырмас ем деп айтсам болады. Осылай еттерін жақсылап, ұсақтап турап аламыз.
бізге осы піскен сәбізімізді енді теркіден өткізіп аламыз. Ұсақтап майдалап турасаңыздар да болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай контейнерлерге осылай астына әдемі көріну үшін осылай укропты майдалап турасаңыздар да болады, болмаса осылай бүтін күйінше сасаңыздар да болады. Енді мен сатуға шығарып жатқан екен, осылай бүтін күйінше салдым. Және де осындай контейнерге салдым. Енді өздеріңіздің үйлеріңізде кәдімгі ыдыстар, табақтар, легендер болса, соған құйып қатырсаңыздар да болады. Ұсақтап туралған етімізді осылай бірінші етімізді салып шығамыз. Сүркіден өткізілген сәбізімізді саламыз. Енді оның үстіне сорпасын жақсылап ситадан өткізіп барып құйыңыздар, сүйектері кетіп қалмасын. Ол видеом түспей қалыпты. Ситадан жақсылап өткізіп алып, құйып, мына өздеріңіз көріп тұрғандай қатырдық. Өте керемет болып шықты. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Көп рахмет. Сау болыңыздар.